Қыздар, қазір біз вупи пай тортын жасап үйренетін боламыз. Рецепті өте қарапайым. Мен ойлаймын, бұны кез келген қыз-келіншектер жасап білуі тиіс. Ең алдымен енді бізге не қажет? Бізге 160 грамм қант, 130 грамм шоколад қажет болады, Қазақстан шоколады. Оның 80 граммы қазір тестаға қосатын боламыз, ал 50 граммы бетіне канашқа қажет болады. Және 4 жұмыртқа, 10 грамм разрыхлитель, 20 грамм какао, малайзийский какао қажет болады. Және де сармай. Бұл жерде 80 грамм сармай. Және 200 грамм ұн қажет болады. Достар, ең алдымен біз 80 грамм шоколадты осындай темір ыдысқа салып, және 80 грамм сармайды екеуін бірге біріктіріп, екеуін газде немесе микроволновкада қыздырып ерітіп алатын боламыз. Екеуін ерітіп аламыз қазір. Бұлар ерігенше біз құрғақ заттарын дайындайтын боламыз. Бізге ең алдымен мына жерде 200 грамм ұнымызға 20 грамм какао қажет болады. Бізге таразы қажет өлшеу үшін. Енді достар, 20 грамм какао, енді 20 грамм разрыхлитель қосатын боламыз. Мына жерде 5 грамм болды. Разрыхлительді қосып, енді осыны барын бірге араластырып аламыз. Енді ең алдымен 4 жұмыртқаны жарып, жұмыртқа салқын болмау керек, комнатный температурада болуы қажет. Егер де жұмыртқа холодильникте тұрған жағдайда, оны жылы суға салып, температурасын өзгертуге де болады. Енді 4 жұмыртқаға 160 грамм қантты араластырамыз. Барлығын миксерде айналдырып аламыз. Қыздар, біз мына жерде шоколад пен сармайды ертіп алдық. Микроволновкада ертіп алдық қазір. Ал мұнда құрғақ заттар 20 грамм какао, 20 грамм разрыхлитель және 200 грамм ұн бар бұл жерде. Және мына жерде 4 жұмыртқа менен 160 грамм қант. Енді осы жұмыртқа мен қант араласқан сұйықтыққа біз шоколадты араластырамыз. Екеуін бірге араластырып аламыз. Қазір миксерді қолданып. Енді екеуін араластырып болып, ұнды қосатын боламыз. Қосу үшін бізге тәконды қосу үшін сета қажет болады. Енді барлығын миксермен айналдырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын болды. Енді бұл
тестаны құю үшін бізге пергаментке бортик жасап алу қажет. Осындай форманың көмегімен бортик жасайтын боламыз. Мендегі қазір мына форманың диаметрі 20 см. Бортиктер осылай көрінеді. Бұлар бізге не үшін қажет? Қазір пісіп жатқан кезінде біздің тестамыз кішкене сұйық, шет-шеттеріне ағып кетпеу үшін және қоржымыз тегіс болып пісіп шығу үшін осы бортиктер қажет болады. Енді қыздар, осы тестамен біз 1,5 килограммдық тортты жасасақ та болады, немесе 2 килограммдық тортты жасасақ та болады. Егер де 1,5 килограммдық торт жасайтын болсаңыздар, мынандай бортиктен 3 жасайсыздар, қорж 3 болады. Ол кезде әр осылай пергаментке 240 граммнан тестаны құясыздар. Ал егер 2 килограммдық торт жасайтын болсаңыздар, әр осы неге пергаментке 185 граммнан құйып 4 қорж жасайтын боласыздар 2 килограммдық тортта. Ал бүгін біз 1,5 килограммдық торт жасаймыз. Сол себептен әр пергаментке 240-тан құйып шығамыз. Ең алдымен тестаны осы кондитерский мешокқа құямыз. Бізге таразы қажет болады өлшеу үшін. Қазір таразының көмегімен 240 грамм тестаны құйдым кондитерский мешокқа. Кондитерский мешоктың басын қатты кесудің қажеті жоқ, осындай кішкентай ғана тесік болса жетеді. Енді ең алдымен бортиктеріне құйып шығамыз. Шетіне айналдыра. Және ортасын құя береміз осылай. Енді барлығын тегістеп шығу үшін бізде лопата қажет болады. Тегістеп жағып шықтым. Енді бұны духовкаға салардан бұрын біз ішіндегі ауаларын шығарып алуымыз керекпіз. Ол неге қажет? Піскен кезінде кожаның беті көтеріліп кетуі мүмкін, беті тегіс болмай шығуы мүмкін. Сол себептен біз осылай ауасын шығарып аламыз. Мына жерден қазір байқасаңыздар, майда-майда тесіктер пайда болады. Сол арқылы ішіндегі ауасын шығарып жүрсіз. Және печка осы уақытта 180 градуста тұру қажет болады. Кремін жасайтын боламыз. Красный бархат пен углепайдың кремдері екеуі бірдей болады. Бұл жерде де крем чиз, сливки 35 немесе 33%, және 200 грамм қант болады. Егер де сіз 1,5 килограммдық торт жасайтын болсаңыз, онда 550 грамм крем чиз, 500 грамм сливки, 200 грамм қант қолданасыз. Ал егер де 2 килограммдық торт жасайтын болсаңыз, онда 650 грамм крем чиз, 600 грамм сливки және 300 грамм қант қолданатын боласыз. Ал енді алдымен крем чизге қантты қосып, екеуін бірге араластырып алып, сосын сливкиді құятын боламыз. Екеуі араласып болды, енді 500 грамм сливки құямыз. Енді барлығын бірге араластырамыз.
достар, бізде корждардың барлығы пісіп шықты. Енді бізде тортты құрастыратын болсақ, креміміз дайын. Бізге осындай поворотный столик қажет болады, және подложка қажет болады. Подложка бізге не үшін қажет? Егер де тортты контейнерге салатын болсақ, егер осы поворотный столикке құрастырсақ, біз тортты бұдан алуымыз қиын болады. Яғни торт жарылып кетуі де мүмкін. Сол себептен де осындай подложканы қолданамыз. Және кондитерский мешок қажет, и вупипайдың осындай насадкасы қажет. Ең алдымен осында кремді жағып аламыз, өйткені торт жылжып кетуі мүмкін. Егер де корждарды осылай теріс қаратып тұрып құрастыратын болсақ, торт тегіс шығады. Енді ең қиыны да осы вупипайдың шариктерін жасау. Оны қалай жасаймыз біз? Көп қыздар кондитерский мешокты қатты басады, және ұстаған кезде дұрыс ұстамайды. Осылай ұстап алады. Осы саусақпен, бас бармақ саусақпен қысып, осылай ұстау керек. Мына қолды астынан ұстау қажет. Енді мешокты қатты басудың қажеті жоқ бұлай. Егер бұлай бассаңыз, шариктер шықпайды. Жай ғана осылай алып келіп, жоғары көтеріп тұрып сүріп жібереміз. Сонда шариктер шығатын болады. Так, міне жоғары көтереміз, баспаймыз шарикті, соңына қарай басамыз. Сонда осындай әдемі болып шығады шарлар. Қатты басудың қажеті жоқ. Енді ортасына крем салған кезінде аз салып қоймау қажет, өйткені қазір бетіне корж жапқан кезінде корждың ортасы түсіп кетеді, торт қисық шығады. Сол себептен осы шариктерге жететіндей қылып крем құю қажет. Қазір біз бетіне корж қоятын болсақ, корждың ортасы ішке қарай түсіп кетпейді. Беткі қабатын теріс қаратпаймыз, осылай оңынан қоямыз, өйткені бетіне шоколад құятын кезінде, егер де теріс қаратып қоятын болсақ, шоколад ішіне сіңіп кіріп кетеді. Және ең көп қойылатын сұрақтардың бірі, ол крем қанша күн тұрады холодильникте. Егер де осы крем, тура осы вупипайдың крем күйінде осылай істеліп қойған қалып кеткен болса, бұл холодильникте 2 күн ғана тұрады. Ал егер де жаңағыдай крем-чиз немесе сливки бар, осылар аузы ашылса 1 апта тұрады, холодильникте 1 аптадан кейін жарамайды уже. Так, осымен дайын, енді бетіне ганаш істейтін боламыз. Ганашты сливкимен және шоколадпен жасаймыз. Вупипайдың бетіне ганаш істейтін болсақ, ол үшін бізге шоколад қажет, және осындай 35 немесе 33% сливки қажет болады. Енді бізде шоколад 50 грамм. Көбісі сұрайды, вупипайдың бетіндегі ганашты қалай қара қылуға болады деп. Егер де сіз Қазақстан шоколадпен істейтін болсаңыз, ол ешқашан қара болып шықпайды. Және қара қылудың да қажеті жоқ, өйткені қара болған ол как-то дешевый көрінеді. Өйткені сіз килограмм 1000 теңгелік шоколадпен істейтін болсаңыз, вот сонда бетіндегі ганашы қара болып шығады. Олай істеудің қажеті жоқ. Мысалы, Қазақстан шоколадының килограммы 4000 теңгелік шоколад. Бұл качественный екенін көрініп тұрады, сол себептен қоңыр болып шығады ганаш. Бетіндегі шоколад қоңыр болғаны дұрыс, қара болғаннан гөрі. Енді шоколад пен сливкиді бірге араластырып,
шоколад 50 грамм, сливки 50 грамм қосамыз. Қыздар, біз жаңа 50 грамм сливкиге 50 грамм шоколадты қосып, екеуін бірге араластырып ерітіп алдық. Мына осылай болып еріді. Бастапқы кезде ол сұйық болады. Кішкене тұрса, яғни суыған кезінде осындай кішкене қою күйге енеді. Мына осы кезде буфи-пайдың бетіне құятын боламыз. Лопатаның көмегімен шет-шеттеріне ағызамыз. Қыздар, біз шоколадты торттың бетіне құйып болдық. Ең алдымен оформление жасап алу керек, шоколад қатып қалмай жатып. Егер де қатып қалған соң оформление жасайтын болсақ, олар жылжып кететін болады. Бүгін біз фруктымен оформлять ететін боламыз. Сіз өзіңіз кез келген нәрсемен, шоколадпен де, мастикамен де оформлять етсеңіз болады. Фруктылар барлығын қойып шықтық. Енді ең соңынан сахарный пудраны сепсек болады. Сахарный пудра, не тающая сахарная пудра болу керек. Өйткені обычный сахарная пудра бетіне сіңіп кетеді. Осымен буфи-пай тортымыз дайын. Қыздар, бүгін осымен буфи-пай тортымызды бітірдік. Буфи-пайда кез келген оформление жасай бересіздер. Фруктовый да, шоколадный да, кез келген оформление әдемі көрінеді. Осы уақытқа шейін өзінің актуалдылығын жоғалтпаған торттардың бірі. Енді сізде үйреніп алдыңыз. Қыздар, осымен біздің онлайн сабағымыз бітті. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Ұнаса жасап көріп, суретін инстаграмға салып, мені белгілеңіз және отзыв қалдырсаңыз, мен өте қуанышты болатын едім. Алдағы уақытта басқа да онлайн курстарда кездесеміз деп ойлаймын. Рахмет.